Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен көз және қыс мезгіліне арналған өте дәмді, иммунитетті күшті көтеретін, табиғи заттардан жасалатын витаминдердің қоспасының рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті ингредиенттер: 300 грамм чернослив, 300 грамм қара жүзім, 300 грамм сары жүзім, кептірілген өрік 300 грамм, грек жаңғағы 300 грамм. Сосын осында табиғи бал қажет болады. Ең бірінші, барлық кептірілген жемістерімізді кезекпен-кезек ет тартқыштан өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп алдық. Енді балымызды қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып алдық. Енді жеуге ыңғайлы болу үшін осындай кішірек банкаларға салып қоямыз. Немесе кез келген ыдысқа салсаңыздар болады. Бұл қоспаны тоңазытқышта немесе бөлме температурасында сақтасаңыздар болады. Менде осы ингредиенттерден 4 банка шықты. Осымен иммунитетті көтеретін қоспамыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.